Ассалаумалейкум достар. Осы көктем мезгілі келе салысымен елімізде жаңбырлы маусым басталады. Яғни көктем айында басқа мезгілдерге қарағанда жаңбыр көп жауады. Жаңбырдың жауғаны біздің елімізге өте пайдалы. Дана бабаларымыз кезінде былай айтып өткен: жаңбыр жауса жер көгереді, батыр туса ел көгереді, сәуір болмай тәуір болмас деп айтып кеткен. Бұл сөзді толық түсіндіретін болсақ, жалпы сәуірдегі жаңбырдың табиғатқа тигізер әсері өте зор. Сәуірдің жаңбырының пайдасы көк шөптің шүйгін болып өсуіне және жазда құрғақшылық болмауына тікелей әсер етеді. Асыл дініміз исламда жаңбырды Алланың нұры деп айтады. Яғни осы жауып тұрған жаңбыр Алланың бізге төгіп тұрған нұры. Оны түсіндіре кететін болсам, біріншіден жаңбыр табиғатқа пайдалы, ал екіншіден осындай жаңбырлы күнде сіз дұға тілек жасасаңыз, оның қабыл болу ықтималдығы өте жоғары болады. Сол үшін досым, жаңбырда сіз міндетті түрде жақсы дұға тілек тілеп жүріңіз. Ол әрине иншалла Алланың қалауымен қабыл болады. Достар, осындай жаңбырды пайдаланып сіздерге қызықты авиациялық сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы осындай нөсерлетіп жаңбыр жауып тұрған кезде ұшақтар жерге қалай қонады? Осы сұрақтың жауабын араларыңыздан кім біледі екен? Білген адам болса комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, жалпы авиацияда мягкая посадка деген ұғым бар. Яғни ұшақ жерге қонатын кезде олар өте жұмсақ қонуы керек. Егер дәл осындай нөсерлі жаңбыр кезінде және жерде шалшықтар бар кезде ұшақтар жерге қатты қонуы керек. Себебі ол ұшақ апатының алдын алады. Яғни әдетте қалыпты жағдайда ұшақтар жерге 3 градус жасап қонатын болса, осындай нөсерлі жаңбыр кезінде ұшақтар 3 градустан жоғары бұрыш жасап жерге қатты қонуы керек. Себебі жаңбырлы кезде ұшақтар 3 градус жасап қонатын болса, көлге лақтырған тас секілді ол қайта секіріп ұшақ апатын тудыруы мүмкін. Осындай апаттардың алдын алу мақсатында олар 3 градустан жоғары бұрыш жасап қонады. Я достым, ақпарат пайдалы болса, менің арнама тіркеліп кетіңдер, видеоға лайк басыңдар. Және де пилот, немесе диспетчер, немесе басқа да авиация саласындағы мамандыққа қызығатын достарыңа осы видеоны міндетті түрде жіберіп қой. Себебі біздің арнамызда осындай қызықты видеолар өте көп.